Қайырлы күн. Мен Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, номері 35-ші жалпы білім беретін Келешек мектебінің биология пәні мұғалімі, педагог зерттеуші, екінші санатты басшы орынбасары Азаматова Гүлжамал Мырзабайқызы. Менің педагог ретінде ұстанымым: біріншіден, тұлға қалыптастыруға бағытталса, екіншіден, даму мен ізденіске бағытталған. Әр мұғалім баланы жүрегін тыңдап, түсініп, оның ішкі әлеміне үңіле білу. Әр бала бір жұлдыз, ал менің мақсатым сол жұлдызды жарқырата білу. Шәкіртке берген білім өмірлік азық, ал өзімнің тоқтаусыз ізденісім кәсіби бақытым. Өз оқуын тоқтатқан мұғалім ешкімге білім бере алмайды. Үнемі даму үстінде болу менің өмірлік қағидам. Экологиялық тәрбие біртұтас тәрбие бағдарламасының құрамдас бөлігі. Ал таза Қазақстан адал азамат ұғымының нақты іс жүзіндегі көрінісі. Мен өз елін, жерін, оның табиғатын қорғауды өзінің азаматтық парызы санайтын, болашақ ұрпақты тәрбиелеп жүрген нағыз жанашыр ұстазбын. Экологиялық бағыттағы жұмысымның нәтижелі әрі заманауи таза Қазақстан акциясының концепциясына сай болуының 4 түрлі бағытын ажыратамын. Олар: эко-таным, эко-әрекет, эко-ғылым, эко-нәтиже. Эко-таным. 2021 оқу жылынан бастап Жасыл мектеп жобасы бойынша білім алушыларымды экологиялық мәдениет қалыптастыруға және де теориялық білім мен практикалық білімді ұштастыра отырып, қоршаған ортаны қорғауды, ресурстарды үнемдеуді, климаттың өзгеруін және де сұрыптау әдістерін қалыптастыра отырып, эко-әдетке, мәдениетке баулып келемін. Эко-әрекет. Білімді нақты іс-әрекетпен ұштастырып, таза Қазақстан концепциясын іске асырып, эко-акциялар, плогинг, ағаш отырғызу, пластик пен макулатура жинау челлендждерін ұйымдастырып, волонтерлік пен топтық рухты қалыптастырушымыз. Эко-ғылым. Практикалық мәселені тереңдетіп, ғылыми шешім іздеп, акция кезінде байқаған мәселелерді зерттеу, инновациялық тәсілдер мен жобалар дайындап, білім алушының зерттеушілік дағдыларын қалыптастырып, конкурстар мен олимпиадаларға, ғылыми жобаларға қатысып, қала, облыс, республика деңгейінде жұмыстар қорғалды. Эко-нәтиже. Еңбектің бағалануы және тәжірибені қоғамға тарату. Дәл осы жобаларды жүзеге асыра отырып, оқушыларым қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде жүлделі орындарды қанжығаларына байлап, мектеп мерейін үстем етті. Ал өзім экологиялық білім қалыптастырудың заманауи әдістері тақырыбында облыстық деңгейде әдістемелік құралым бекітіліп, республика көлемінде таратылды. Маңғыстау облысы бойынша білім басқармасының және Отпан Ньюс әлеуметтік парақшалары, Хабар агенттігі экология бағытындағы атқарылып жүрген елеулі жұмыстарымның нәтижесін көру үшін арнайы репортаж түсірді. Жемісті жұмыстарым туралы ондаған мақалам жарық көріп, өз бағасын алды. Жетістікке жеткен шәкірттердің ұстазы ретінде өзім де бірнеше конкурстар мен олимпиада жеңімпазымын. Сонымен қатар, қазіргі таңда медицина мамандығын, мұғалім және басқа салада өз ісінің маманы болып жүрген шәкірттеріммен мақтанамын. Ұстаз бұл жай ғана мамандық емес. Ұстаз бұл миссия. Ұстаз жүректен жүрекке жол тауып, шырақ алып, жол көрсететін шам шырақ.